Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевич. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы тақия тастамақ, бүгінгі сабақтың тақырыбы сақина салу. Сақина салу ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан рухани мәдени мұра. Олар халықтың өмір салтымен, тұрмыс тіршілігімен, тәрбиелік және қоғамдық дәстүрлерімен тығыз байланысты. Ұлттық ойындар арқылы қазақ халқы жас ұрпақты ептілікке, шапшаңдыққа, батылдыққа, адалдыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеген. Осындай тәрбиелік мәні ерекше, көңілді әрі мазмұнды ойындардың бірі сақина салу. Бұл ойынның қарапайым құралмен, сақинамен ойналуы оның халық өмірінің шынайылығын көрсетеді. Көшпелі жұрттың әр заты ойын-сауық пен тәрбие құралына айналған. Сақина салу ойыны жастық шақтың шаттығын, топтық ойынның қызығын, адамдардың қарым-қатынас мәдениетін сақтай отырып бүгінгі күнге дейін жетті. Ойынның шығу тарихы. Сақина салу ойыны қазақ халқының тұрмыста кең қолданылған әшекей бұйымдарының бірін, сақинаны ойын элементі ретінде пайдалануы нәтижесінде пайда болған. Тарихи негіздері. Қазақ халқы сақинаны тек сәндік бұйым деп қарастырмаған, ол адалдықтың, достықтың, сыйластықтың белгісі болған. Сақина арқылы құдаласу, сыйлық беру, ырым жасау дәстүрлері болған, сондықтан ол ерекше символдық мәнге ие. Сақина көлемі шағын, жеңіл, қолда ұстауға ыңғайлы бұйым болғандықтан, балалардың назарын тексеретін ойында қолдануға өте қолайлы болған. Бұл ойын көбіне кешкілік отырыстарда, қыз-жігіттердің бас қосуында, балалардың жазғы ойындарында, ауыл тойларында ойналған. Ата-бабаларымыздың айтуынша, сақина салу тек балалардың ойыны ғана емес, кейде қызықшылық шақыру, жастарды жақындату, бір-бірімен араластыру үшін қолданылған. Ойынның мазмұны мен ережелері. Сақина салу шеңбер ішінде ойналатын, қимыл мен зейінді, байқампаздық пен тапқырлықты қажет ететін ойын. Ойынның жүргізілу тәртібі. Барлық ойыншылар шеңбер құрып отырады. 2 жүргізуші болып бір адам таңдалады. Оның қолында сақина. 3 жүргізуші шеңберді айнала жүріп, ойыншылардың қолдарын қысқа уақытқа ұстап өтеді. 4 осы сәтте ол сақинаны білдіртпей бір ойыншының алақанына тастап кетеді. 5 сақина түскен ойыншы оны байқамай қалғандай әрекет жасайды. 6 жүргізуші шеңберді аяқтаған соң, сақина кімде? деп сұрайды. 7 ойыншылар өз ойларын айтып, сақинаның кімде екенін табуға тырысады. 8 егер біреу дұрыс тапса, сақина ұстаған ойыншы ортаға шығып өнер көрсетеді. 9 егер ешкім таппаса, жүргізуші жаңа қойылымға көшеді. Ойынның шарттары мен тактикалары. Жүргізуші сақинаны білдіртпеу үшін қолын шебер қолдануы керек. Ойыншы сақинаны алғанын жасырын ұстауы тиіс, әйтпесе айыпқа қалады. Басқа ойыншылар жүргізушінің қимылын, жүзі мен қолын мұқият бақылайды. Ойынның тәрбиелік мәні. Сақина салу қазақтың халық педагогикасының бір бөлігі. Бұл ойын балалардың жан-жақты дамуына көмектеседі. Физикалық тәрбиелік әсері. Ептілік. Шапшаңдық. Қимыл үйлесімділігі. Көру қозғалыс координациясы. Психологиялық әсері. Зейінді тұрақтандыру. Назарды шоғырландыру. Есте сақтау қабілетін жақсарту. Бақылағыштық. Эмоциялық тұрақтылық. Әлеуметтік тәрбиелік әсер. Ұжымда ойнау мәдениетін қалыптастырады. Тәртіпке баулиды. Адалдық пен әділдікке тәрбиелейді. Басқалардың мінез құлқын бағалауға үйретеді. Өз ойын еркін айтуға баулиды. Рухани мәдени әсері. Қазақ халқының дәстүрлі тұрмысын тануға көмектеседі. Ұлттық құндылықтарға қызығушылық қалыптастырады. Халықтың эстетикалық талғамын көрсетеді. Ойын барысында балалар өздерін еркін сезінеді. Өнер көрсету арқылы шығармашылық қабілетін дамытады. Көпшілік алдында сөйлеу дағдысын қалыптастырады.
Қазіргі замандағы сақина салу. Қазіргі уақытта бұл ойын тек ауылдық жерде ғана емес, қалалық ортада да кең таралған. Ойын қолданылатын жағдайлар. Мектептегі тәрбие сағаттары. Дене шынықтыру сабақтары. Балабақшадағы ұлттық ойын сабақтары. Наурыз мейрамдарында. Этнофестивальдерде. Ұлттық спорт кештерінде. Балалар лагерлерінде. Неліктен бұл ойын әлі де маңызды? Балалардың шынайы қарым-қатынасын қалыптастырады. Қимыл белсенділігін арттырады. Психологиялық дамуға оң әсер етеді. Ұлттық код пен мәдениетті сақтауға көмектеседі. Қазіргі заманда гаджеттер мен компьютерлік ойындар көп болғанымен, мұндай ұлттық ойындар балалардың шын қозғалысын, нақты әрекетін, эмоциялық қарым-қатынасын талап етеді. Сақина салу қазақ халқының ғасырлар бойы жеткен, ұрпақтан ұрпаққа берілген ұлттық ойыны. Ол тек ойын сауық емес, шынайы тәрбие мектебі. Бұл ойын арқылы бала қырағылыққа, байқампаздыққа, адалдыққа, ептілік пен ұйымшылдыққа үйренеді. Ұлттық ойындарды сақтап, оларды кеңінен қолдану қазақ мәдениетін заманауи өмірде жалғастырудың басты жолы. Бақылау сұрақтары. 1. Сақина салу ойынның шығу тарихы қазақтың қандай дәстүрлерімен байланысты? 2. Сақинаның қазақ тұрмысындағы символдық мәні неде? 3. Жүргізуші ойынды қалай бастайды, және оның негізгі шеберлік талаптары қандай? 4. Ойын барысында сақинаны алған ойыншы қандай әрекет жасауы керек? 5. Сақина кімде сұрағы ойынның қандай кезеңін білдіреді? 6. Бұл ойын балалардың психологиялық дамуында қандай қасиеттерді нығайтады? 7. Сақина салу ойыны ұжымдық қарым-қатынас мәдениетіне қалай әсер етеді? 8. Айыпқа қалған ойыншының өнер көрсетуінің тәрбиелік маңызы неде? 9. Қазіргі білім беру жүйесінде бұл ойын қандай мақсаттармен ойналады? 10. Ұлттық ойындарды сақтаудың маңызы қандай және сақина салу бұл үдеріске қалай үлес қосады? Келесі сабақтың тақырыбы алтын сақа. Назарларыңызға рахмет.